Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осында өте үгітіліп тұратын қамыры жұмсақ керемет Наполеон тортының рецептімен бөліскелі отырмын. Бұған қажетті заттардың барлығы салқын күйде болу керек. Тіпті ұнның өзінде мұздатқышқа салып қоюымыз керек алдын ала. Мен мына жерде 400 грамм ұн өлшедім, және де кішкене кейде 50-60 граммдай ұн қажет болады, кейде қажет болмай қалады. Оның тығыздығына байланысты. Және де маргарин, не болмаса сары май, жақсы сапалы сары май, не болмаса 82% жақсы маргарин алсаңыздар болады. Және де ол да өте салқын болу керек. Жұмыртқа да салқын жерде тұру қажет. Және уксусты менде салатный уксус алып тұрмын, 9%. Егер болмаса, онда 70% уксус алсаңыздар да болады. Суды да мен алдын ала 1 сағат бұрын мұздатқышқа қойып қойған едім. Бұған кішкене жарты қасық тұз салып, осылай араластырып аламыз да жақсылап. Сосын уксус қосамыз. 1 қасық уксус жетеді. Егер де сіз бұрындары дайын қатпарлы қамырмен жасап жүрген болсаңыз, яғни слоеный тестомен, онда мына Наполеонның қамырынан кейін сіз ондай қайтадан дайын қамырмен жасағыңыз келмей қалады. Шынымен де нәтижесінде өте керемет болып шығатын қамыр. Және осы қамырмен ортасына тәтті начинка салып та, трубочка сияқты етіп орап, я болмаса тәтті емес начинка салып та, неше түрлі басқа да пісірмелер жасауға болады. Мені қолдап, каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, пікір қалдырып жатқан оқырмандарым үшін алғысым шексіз. Сіздерге көп рахмет. Аллах баршаңызға разы болсын. Менің алдын ала өлшеп қойған 400 грамм ұным аздау болды, сондықтан тағы да 50 грамм ұнды қосып жатырмын. Егер де ұн тығыз болса, онда бұл осы 450 грамм ұнмен дайын болады. Бірақ менде қамырым өте жұмсақ, әлі қолға тым жабысқыш болғандықтан тағы да кішкене 10 граммдай ұнды сеуіп алдым. Сонымен 460 грамм ұн менде толығымен осы қамырға кетті. Бұл қамырды енді 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бетін жауып, жақсылап қараңыздар, өте жұмсақ қамыр, бірақ қолға аса жабысып тұрған жоқ. 2 сағат тоңазытқышқа тұрғаннан кейін барып пісіруге кірісеміз. Корждарды орташа жұқалықта етіп жаямыз. Тым қатты жұқа болып та кетпесін, тым қатты қалың да болып та кетпесін, орташа болу қажет. Және бұл тортқа негізінде пломбир кремі өте жақсы үйлеседі, және сливки, яғни 33% клейгеймен сгущенканы араластырып жасасаңыздар да өте керемет крем болып шығады. Масляный крем жасамаңыздар, себебі тым майлы болып кетеді. Енді пісіретін корждарды міндетті түрде осылай шанышқылап шығамыз. Шанышқа тимеген жағдайда ол ауа кіріп қатты көтеріліп кетеді. Корждар дайын болды. Қараңыздар, мынандай осылай үгітіліп тұратын песочный десе песочный болып шығады. Яғни өте қытырлақ үгітіліп тұрады. Ортасындағы кремін сұйықтау етіп жасасаңыздар, тез жұмсарады, ауызда салғанда еріп тұратындай керемет дәмді торт болып шығады. Торттың рецебі мен кремін описание бөліміне қалдырып қоямын. Онда 2 түрлі кремін жазып қоямын. Қалаған кремді пайдаланып жасай беріңіздер. Тортты бірден кескен кезде осылай үгітіліп тұрады. Егер де біраз тұрған болса, бұл жұмсақ болып шығады. Келесіде көріскенше қош сау болыңыздар.